Офсайд сериалы және оның төңірегіндегі шоу, неліктен бәрі осы жоба туралы айтып жүр? Соңғы күндері қазақстандық интернет кеңістігінде бір ғана атау ерекше резонанс тудырды. Бұл Офсайд атты жаңа отандық сериал. Жобаның аты да, мазмұны да ел арасында қызу пікірталас тудырып, сериал шыққан бойда шулы оқиғаларға себеп болды. Ендеше бұл сериал несімен ерекшеленеді? Неліктен ол бірден қоғамның назарын өзіне аударды? Және бастысы, неге оның алғашқы бөлімі YouTube желісінен алынып тасталды? Сериал туралы қысқаша. Офсайд бұл қазақстандық футболдың көлеңкелі тұстарын ашатын спорттық драма. Сценарий авторлар мен режиссерлер бұл жобаны бірнеше ай бойы дайындаған. Жоба Salem Social Media платформасымен бірлесіп жасалған және Астана ТВ арнасында көрсетілуде. Сериалдың басты тақырыбы қазақстандық футболдағы жемқорлық, келісілген матчтар, биліктің ықпалы және жастардың осы жүйеде өмір сүруге мәжбүр болуы. Бұл тек спорт жайлы емес, бұл жүйе, саясат, әділетсіздік, адам тағдыры жайлы сериал. Шудың басталуы. Сериалдың алғашқы бөлімі шыққан күні күтпеген оқиға болды. Офсайд бірінші эпизоды YouTube-тен жоғалып кетті. Кейін белгілі болғандай, сериал жарияланған Пацанские истории атты арна боттар шабуылына ұшыраған. Мыңдаған фейк аккаунттар видеоны шағымдап, нәтижесінде ол автоматты түрде платформадан алынып тасталды. Бұл жағдай қалың жұртты дүрліктірді. Осыдан кейін режиссер Рустем Омаровтың Instagram парақшасы да бұғатталып қалды. Жоба авторлары мұны жай техникалық ақау емес, қасақана жасалған ақпараттық шабуыл деп бағалап отыр. Неліктен бұл сериал шу тудырды? Әлеуметтік тақырыптар. Офсайд тек футбол жайлы емес. Бұл сериал қоғамдағы әділетсіздік, жүйелік жемқорлық, шенеуніктер мен бизнес элитасының спортты билеуін ашық көрсетеді. Көптеген көрермен мұндай шыншыл, батыл тақырыптарды бұрын-соңды қазақ сериалдарынан көрмеген. Қоғамдағы реакция. Бірі сериалды нағыз шедевр деп бағаласа, енді бірі саяси астары бар деп есептейді. Әлеуметтік желілерде сериал үзінділері вирусты контентке айналды. TikTok, Instagram, Facebook желілерінде миллиондаған қаралым жинаған. Цензура ма, әлде техникалық ақау ма? Видеоны YouTube-тен жою оқиғасы көпшілік арасында цензура басталды ма деген сұрақ тудырды. Көп адам бұл шабуылды сериалды тоқтату, немесе оны көрерменнен жасыру әрекеті деп қабылдады. Мәжілістегі пікірлер. Осы оқиғадан кейін, Қазақстанда сериалдар мен фильмдердің мазмұнын шектеу туралы бастамалар да көтеріле бастады. Кей депутаттар жастарға әсер ететін өнімдерге қатаң бақылау қажет екенін айтты. Бұл ұсыныстар Офсайд сияқты жобаларға тікелей қатысы бар ма, нақты айтылмаса да тұспал бар сияқты. Жобаның авторлары не дейді? Сериалдың авторлары мен продюсерлері артқа шегінбей жобаны жалғастыратынын айтты. Олар үшін бұл жай ғана кино емес, бұл қоғаммен диалог құру тәсілі. Олар: біз шындықты көрсеткіміз келді. Егер бұл біреуге ұнамаса, демек, шындық ашы болғаны, дейді режиссер Рустем Омаров. Қорытынды. Офсайд сериалы бұл жай ғана сериал емес. Бұл қоғамның айнасы. Жемқорлықпен күресу туралы сөз болғанда, тек саясат емес, спорт, мәдениет, шоу-бизнесте сол жүйенің бір бөлігі екенін ұмытпауымыз керек. Бұл жоба қоғамда шынайы резонанс тудырды. Бірінші бөлімі жойылғанымен, идеясы жойылған жоқ. Қазірдің өзінде халық сұраныс пен қолдауды көрсетіп отыр. Сұрақ: сериал жалғаса ма? Ал қоғам шындықты көруге дайын ба?